қасында депутат елмен кездесті. Депутат ашық мінезді, ашық сырлы сөйлесті. Бір-біріне сенеді, алыс кезек күтеді. Ақорданың қасында күтеді халық бүгінде. Депутат келет гүлімдеп, аппақ шашы үлбірлеп. Депутатқа ел айтты, саған дауыс берем деп. Осылайша күн өтті, күн артынан түн өтті. Депутатты сайлайтын маңызды күн кеп жетті. Сол кез келіп депутат маған дауыс бер деді. Тездетпесе халқыма кеш болады кеш деді. Деген кезде депутат түсінбеді ел оны. Асығысың сен неге? Себебі не себебі? Ал депутат жылап тұрып, мен халықтың баласы, маған дауыс берсең деп тек бақытты боласың. Сайлау учаскесіне сол үшін де ертең кеп, іште тұрған жәшікке бюллетенді салып кел. Кім кінәлі? Надо будет жәшікке бесен бірден салып кел. Кім кінәлі? Қаннан күн батты, халық дауыс бермеді, депутаттар сенбеді, бер алмай қалған болар, жанарында жас толар, участоктың қасында депутат ренжіп қалады. Күні күйзеліп қатты ойланып қиналды, мен депутат болмасам өлемін деп жылады. Өте шықты ертеңі айтқан сөзі ертегі, экзит болдың сол кезде нәтижесі шығады. Депутаттың анасы қуаныштан жылады, өйткені енді баласы мәжілісте болады. Болғаннан соң депутат ішіп жейді қуады, күндіз түні жеңісін туыстармен жуады. Халық қатты қиналды, бюджетте ақша қалмады, байға сенген депутат уәдесінде тұрмады. Бар байлығын жиып ап шетелге кетіп қалады, оған сенген халыққа қоянның суретін салады. Астана, Стамбул, пересадка мен Лондонға. Кім кінәлі? Ішесің қошақтап, кейде ұйықтап қалады. Қалайша халық қалайша тағалданып қаласың. Тоқалдарын қошақтап, депутат ұйықтап қалады. Қалайша халық қалайша тағалданып қаласың. Сын депутат алдап кетті анамды, онымен қоса сүйгенім мен баламды. Сайланарда даусымызды жинап ап, бұл депутат бізді қатты қадады. Кім кінәлі, халық па әлде сенің бе? Кім кінәлі, депутат па өзім бе? Іздемеймін мен кінәні біреуден, дауыс берген кінәнің бәрі өзімнен. Сайлау болса жігіттер кешікпеңдер, сенімді жүректер өшірмеңдер. Алдайтын депутаттарға ешқашанда менің берген дауысымды бермеңдер. Кім кінәлі? Менің берген дауысымды бермеңдер. Бәш-бәй тоба!